Осы видео басталмай тұрып мен сіздерге айтайын дегенім, бұл жай ғана оқиғаның периоды. Және достар, мен каналыма тіркеп лайк басып және де комментарий жазыңыздар. Ал енді осы видео басталатын болады. Сәлем, мен Никитам. Менің оқиғам өкінішке орай жаман. Мен уже 3 жыл бойы ұйықтамай жүрмін. Қазір айтатын боламын, қалай басталған және де қалай екенін. 3 жыл бұрын мені бір жерге шақырған. Маған қууға ұнайтын. Содан кейін мен достарымды сол жерге шақырғам. Біз көп күлдік, ойнадық және де іштік. Сол күні мен көп ішіп қойдым, бірақ та тоқтай алмадым. Содан кейін мен қатты уландым. Сол күн есімде жоқ. Сол күнда достарым және де ата-анам айтқан. Мен білдім, мен қатты ауырғаннан айғалап жерден ары-бері домалағанмын. Достарым жедел жәрдемді шақырған. Содан кейін мен клиникалық өлімде болғанмын. Менің жүрегім 1-2 минутқа тоқтап қалған. Бірақ та дәрігерлер мені құтқарған. Содан кейін мен комға түстім. Мен 1 ай жатқанмын. Айтайын, мен өзімді бір түрлі сезіндім. Кейін мен 1 ай жаттым. Содан кейін мен 1-2 күн жүре алмадым. Өйткені күшім таусылып қалған. Содан кейін қатты арықтадым. Осыдан кейін өте бір түрлі зат болды. Менің ұйқым келмеді. 1-2-3 күн дәрігерлер айтты. Бұл бола береді деп. 1 аптадан кейін олар қорқу бастады, және де мен анаммен. Мен түсінбедім. Мен көзімді жауып ұйықтайын десем, басында бір нәрсе мені оятқан. Мен қорқу бастадым. Өйткені бұл қауіпті емес. Дәрігерлер түсінбеді де маған справка жазып ауруханадан шығарды. Мен білдім, менен басқа тағы да адам көп бар екенін. Мен анализ тапсырдым. Дәрігерлерді тыңдадым. Жынды болма деп. Мен ойладым, енді қалай өмір сүрем деп. Ойлап отырған шығарсыздар. Ұйықтаусыз өмір сүру ол күшті деп. Бірақ та солай емес. Ең басына маған ұнады. Өйткені мен ойнай алатым және де YouTube көре алғанмын. Бірақ та содан кейін маған ұнамай бастады. Мен сол заттан қашқым келген. Адам сияқты жатқым келетінмін. Бірақ та мен жата алмадым. Содан кейін мен сұрақ қой бастадым. Енді не істеймін деп. Менде кубик-рубик болды. Спид кубикті үйрене алатынмын дедім. Сондай жарысқа қатысып ақша ұтуға болатын. Содан кейін осындай заттан шаршадым. Мен дәрі ішу бастадым, бірақ та дәрі көмектеспеді. Маған жаман болу бастады. Мен қатты ұйқым келген, бірақ та ұйықтай алмадым. Менде күшім жоқ болды. Содан кейін дәріні ішкім келмеді. Мен басқа затты іздеу бастадым. Мен спортпен айналысу бастағанмын. Бірақ та шаршасам да ұйқым келмеді. Өте қиын болды. Мен уақытты білмедім. Өмірім шексіздіктей болған. Мен интернетте адамдармен таныстым. Ол достарымда уақыт басқаша болған. Сол енді мен адамдармен сөйлесе алатынмын. Қалай ұйықтап жатқанда. Мен өзімді жай адам сияқты сезінгім келген. Осындай өмірден шаршадым. Мүмкін мен дәрігерлерден көмек сұрайын ба дегем, бірақ та бұрынғыдай жоқ дейтін еді. Мүмкін маған медитация көмектеседі, немесе соған ұқсас заттар. Жалпы өздеріңіздің өміріңізді бағалаңыз. Өйткені көп адамдар сіздің орныңда болғысы келеді. Сондықтан да достар, өміріңізді бағалаңыз. Ал енді қайырлы түн. Ал міне достар, осы видео бітті. Осы видеоның авторы айтайын дегені, өздеріңіздің өміріңізді бағалаңыз. Ал енді достар, осы видеоның оригиналы описанияда. Содан кейін осы видеоға лайк басып, комментарий жазып және де каналыма тіркеліңіздер. Ал енді достар, сау болыңыздар. Келесі видео 10 лайктан кейін.